Бұл өмірде ең жалқау мен шығармын. Әлде менен жалқау біреу бар ма? Оны қызықты энциклопедиядан білейін. Әлемдегі ең еңбекқор жәндікті білесің бе? Ол құмырсқа. Көрдіңдер ме? Тыным таппайды. Құмырсқа өзінен 50 есе ауыр затты көтере алады. Бұл енді артықтау. Бір ғана құмырсқаның илеуінде мыңнан бастап бірнеше миллионға дейін құмырсқалар өмір сүреді. Бүкіл құмырсқа жалғыз патшайымға бағынады. Құмырсқалар да қызметіне қарай бөлінеді. Мысалы, құрылысшы, дән тасушы, жапырақ кесуші, бала күтуші, жұмысшы құмырсқалар бар. Жер бетінде құмырсқалардың 12 мыңдан астам түрі таралған. Құмырсқалар өте жақсы жүгіреді, себебі олардың 6 аяғы бар. Егер бұл жәндіктің денесі адамдыкіндей болса, 1 сағатта 60 шақырым жүріп өтіреді. Құмырсқаның 2 тісі затты тасуға не бөлуге көмектеседі. Құмырсқа күшімен қатар ақылымен де таң қалдыра алады. Құмырсқалардың ең жақын туысы аралар. Ғалымдардың айтуынша, алғашқы құмырсқалар осыдан 100 миллион жыл бұрын өмір сүрген. Шамамен динозаврлардың құрдасы болып келеді. Құмырсқалар өзінің еңбекқорлығы мен ұйымшылдығының арқасында күні бүгінге дейін жеткен. Ең жалқау жануардың аты жалқау екенін білесіңдер ме? Ол күннің 15 сағаттан артық бөлігін ұйқыда өткізеді. Көрдіңдер ме? Әлі ұйықтап жатыр. Жалқау, тұр. Жалқаудың ең жоғарғы жылдамдығы минутына 2 метр ғана жүреді. Жалқаудың өтіп кеткенін күтсек, біраз уақыт өтер. Жалқау өте баяу қозғалғанымен суда жылдам жүзеді. Тек бұлай әрине. Жалқауды жауларынан қорғайтын нәрсе баяу жүрісі мен түсі. Жалқаудың тырнақтары өте ұзын болады. Бұл ағашта берік ұстап тұру үшін қажет екен. Сонымен қатар, ол мойнын 270 градусқа айналдыра алатын жалғыз жануар. Жалқаулар оңтүстік Американы мекендейді. Бұл жануарлар 2 жасына дейін анасының жанында жүреді. Олардың ақырын қозғалатыны соншалық, кейде жемекші болған тамағын маймылдар ұрлап кетеді екен. Балалар, жалқау секілді еріншек емес, құмырсқа секілді еңбекқор болыңдар. Құмырсқа секілді мен де еңбекқор боламын.